Іздестіру жұмысы ішкі істер органдарының қызметіндегі негізгі бағыттардың бірі. Оның мақсаты жазаның бұлтартпастығы қағидатын қамтамасыз ету. Жыл басынан бері ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция қызметкерлері іздеуде жүрген 633 қылмыскерді ұстады. Олардың ішінде 17 кісі өлтіруші, 15 тонаушы, 9 қарақшы, 7 бопсалаушы және 35 есірткі қылмыскері бар. Қылмыскерлерді іздеу тек Қазақстанда емес, шет елде де жүргізіледі. Оларды ұстауға Интерпол көмектеседі. Биыл Анкара қаласында біз Түркияның ішкі істер министрлігімен және Интерпол бас хатшылығымен кездесу өткіздік. Қазіргі уақытта әртүрлі қылмыстар жасағаны үшін іздеудегі 12 қылмыскер Түркия аумағында ұсталды. Жалпы Қазақстан аумағынан тыс жерде барлығы 38 адам ұсталды. Оның ішінде Түркия, Испания, ақш, Швеция, Чехия, Біріккен Араб Әмірліктері және Польша сияқты алыс шетелдерде 19. Ресей, Қырғызстан, Грузия және Өзбекстан сынды таяу шетелдерде де 19. Шетелдік әріптестер үшін Қазақстан полициясы ел аумағында 150 қылмыскерді ұстады. Атап айтқанда Ресей Федерациясы үшін 92, Өзбекстан үшін 30, Қырғызстан үшін 16, Тәжікстан үшін 8, Армения үшін 3 және Әзірбайжан үшін 1 қылмыскер. Іздеуде жүрген қылмыскер Дубай қаласында ұсталып, елге әкелінді. Ол 2013 жылы банктен 300 миллионға жуық теңгені иемденген. Сонымен қатар Польшада тағы бір қылмыскер ұсталды. Ол 2016-2019 жылдары Астанада бір компанияның бухгалтері болып жұмыс істеп, 400 миллион теңге жымқырған. Одан бөлек жыл басынан бері республиканың криминалдық полиция қызметкерлері хабар ошарсыз кеткен 259 адамның орналасқан жерін анықтады.